Мынау деген не деген сұмдық? Мысалы біз бас кесер емеспіз, головорез емеспіз, адам өлтіргеніміз жоқ. Біздің жазықсыз балаларымызды қанап, үтіктеп, тырнағын жұлып, тісін жұлып, 17 жасқа толған балаларымыздың бәрін қорлап жатыр. Президентіміз бар дейміз. Неге біз қазақ халқы осылай жылап, жазықсыз біздің ерлеріміз, азаматтарымыз азап шегіп, сол осындай азаптаудың арқасында алынған показанияларын осы елімізде заңда соның күші бар ма, соны сұрауға келдім мен. Жалғыз менің інім артымнан ерген, ешкімге мен оны беріп қоя алмаймын. Оқ ДВД-ға тиесілі екені белгіленді, бірақ 2 ай уақыт өтсе де, ол оқтың иесі кім екенін анықтап бізге бермеді. Біздің талабымыз ДВД өзі оқ атып, өзі іс жүргізгеніне біз қарсымыз. Анасы ретінде мен мүлдем қарсымын. Осы баламның ісін, баламды кім оқ атқан адамды іздеп тауып, ол адамды тиесілі түрде заңға тартуын талап етем. Екінші, артында қалған семьясына үкімет тарапынан өтемақы төлеуін. Оны істей алмайды екен, мен үкіметтен ештеңке сұрамаймын. Баламды атқызып, Құдай санаған адам. Онда қолынан бәрі келеді екен. Баламды атқызып өлтіргенге күші жетсе, мүмкін тірілтіп беретінге күші жететін шығар. Мама Ержанула Тимура приехала с города Семей. Сегодня 5 часов утра сошли с поезда. Нас лишает опоры. Я не знаю, с какой целью это все делается, с какой целью это все замалчивается. Какие планы власть имеет. В страшных условиях наши дети содержатся. Полуголодные, их плохо кормят там. Я требую полной реабилитации моего сына. Үйғамаққа шығарсыншы. Себебі тергеу амалдары қазіргі таңда жүріп жатқан жоқ. Бостан бос отыр. Айына міне 2 туысы, міне анам мен бауырыма жалғыз өзім передача тасып жүрмін. 120 мың теңге передачаға кетеді, 50 мың теңге жолыма кетеді. Белшеден несиеге батып, қазіргі таңда қатты қиналып кеттім. Ешкім баланы 6-нан 9-на дейін баламды істемегендер жоқ. Дубинкамен ұрған, еще сол дубинкамен зорламақшы болған. Сонда бір адам онда тоқтатқан. Осы баламды 3 күнде олар не тамақ бермеген, не су бермеген. Бұттарына сиіп, анандай бетонный полда жатқан. Сол кезде ол признание алып қолдарына дубинка ұстатып фотоға түсірген. Соның бәрін осы бәрі әділдік шешілсін деп жүгіріп жүрмін. Мынандай зорлық, зомбылық жасап, сәждеге отырғызған сияқты басымды төмен түсіріп қойып, 2 пұтымның арасынан тепті деп отыр. Осы полиция қызметкерлері әлі де жұмыста. Бірақ мен 4 балам бар, кәмелеттік жасқа толмаған. Осы іс объективті қаралып, жан-жақты тексеріліп, полиция қызметкерлері өз жазаларын алмаса, мен Қазақстан Республикасының азаматтығынан бас тартамын. Мен де жолдасымда 4 баламда. Не істеймін мен оны? Бостандық тілеймін балама. Ата-аналарды жылатпаңыздар жүк. Өтініш. Мен балам тамақты жемей кеттім. Құда қойдым. Міне қолымды міне сындырды. Міне қолымды да көтере алмаймын. Осыны көрсетіңіздерші жағымды ұрысы балаларым. Европарламентке жіберу керек бұлар.